Сәлеметсіздер оқушылар, бүгінгі сабағымыз 2-ші сынып 114-ші сабақ. Есептер шығару тақырыбы. Бірінші есепте көктемгі демалыста Әсем 3 сөзжұмбақ шешті, және одан 3 есе артық есеп шығарыпты. Әсем есепке қарағанда неше сөзжұмбақты тең шығарған екен? Сөзжұмбақтың 3 екені белгілі, ал есеп сөзжұмбаққа қарағанда 3 есе артық. Демек, бізде есептің қанша екенін тауып алайық. Ол үшін 3-3-ке бөлуден 9 есеп шықты. Енді есеп 9, ал сөзжұмбақ 3. Енді сөзжұмбақтың есепке қарағанда неше екенін табу үшін 9-дан 3-ті азайтамыз. Мәні 6-ға тең болады. Жауабы Әсем 6 сөзжұмбақты тең шешкен екен. Келесі екінші есеп. Балалар 9 алмұрт ағашын және одан 2 артық өрік ағаштарының түптерін аттеді. Балалар барлығын неше ағаштың түбін аттеді? Шартын жазайық. Алмұрт ағашы 9 екен, ал өрік ағашы белгісіз, бірақ ол алмұрт ағашына қарағанда 2 артық екен. Жауап бізде табу керек барлығы неше ағаштың түбін әктегендігін. Бірінші өрік ағашының қанша екенін тауып алайық. Ол үшін 9-ға 2-ні қосам, мәні 11 шығады. Енді алмұрт ағашы 9, өрік ағашы 11. Екеуін қоссақ 20 шығады. Жауабы балалар 20 ағаштың түбін әктеген екен. Үшінші есеп. 8 қапшықтың әрқайсында 3 килограммнан ұн бар. Қапшықтардың барлығында неше килограмм ұн бар? 8-ді 3-ке көбейтем, 24 болады. Қапшықта 24 килограмм ұн бар екен. Келесі екінші есеп. Әсі массасы 24 килограмм ұн 8 қапшыққа тең бөлініп салынды. Бір қапшықта неше килограмм ұн салынды? 24-ті 8-ге бөлемін, мәні 3-ке тең болады. Жауабы бір қапшыққа 3 килограммның ұн салынған екен. Б есебі 24 килограмм ұнды 3 килограммның қапшықтарға бөліп салу керек. Ол үшін неше қапшық қажет? 24-ті 3-ке бөлем, мәні 8 шығады. Жауабы 8 қапшық қажет. Төртінші есеп. Кітапта 64 бет бар. Айнұр 5 күн бойы күніне 7 беттен оқып отырды. Айнұр әлі кітапты неше бетін оқуы керек? Кітапта 64 бет бар екені белгілі. 5 күн 7 беттен оқығанда неше бет оқуы керек екен? Бірінші 5 күн ішінде неше бет оқығанын табайық. Ол үшін 5-ті 7-ге көбейтем, 35 шықты. Айнұр 35 бетті оқып қойыпты. Енді неше қалғанын табу үшін 64-тен 35-ті азайтам, мәні 29 шығады. Жауабы Айнұр 29 бетті оқуы керек. Бесінші есеп. Сызба бойынша 5-ші тапсырмадағы есепке кері есеп құрастырып оны шығар. Айнұр 5 күн бойы 7 беттен кітап оқыды. Оқылмаған 29 бет бар. Кітапта барлығы неше бет болған? Енді неше бет барын табу үшін бірінші 5 күн бойы неше кітап оқыған табуымыз керек. 5-ті 7-ге бөлсек 35 шығады. Соған оқылмаған бетті қосамыз, мәні 64 болады. Жауабы кітапта барлығы 64 бет болған. 6-шы есеп. Теңдеулерді шеш. Х бөлінген 8 тең 2. Х-ті табу үшін 8 бетті бөлген, мәні 4 шығады. Тексереміз. 8-ді 4-ке бөлсек 2 болады. 2 тең 2 деген жауабы. Екінші. Х бөлінген 8 тең 1-ге. Х-тен 8-ді 1-ге бөлсем, мәні 8-ге тең болады. 8-ді 8-ге бөлсек, 1 шығады. Келесі есеп. Х қосылған 300 тең 700 азайтылған 300.
жеті жүз айтылған 100. Мына 100 кішкене көрмей қалыпты. X-ке қосамын 300-ді, 700-ден 100 азам 600 болады. X-тен 600-ден 300 өтамыз, мынаны 300-ге тең болады. Тексеру жүргіземіз, 300 қосылған 300, 600-ге тең болады. Ал 700-ден 100 айтсам, 600. Мына балалар 100 деген сөз, мына жағы көрмей қалыпты кішкене. Келесі есеп. Есепте дейді. Бірінші 27 бөлінген 3 қосылған 14 бөлінген 2. 27 3-ке бөлсек 9, 14-ке бөлсек 7. 9-ға 7 қоссақ 12. Екінші 100 азайтылған 60 бөлінген 3 көбейтілген 4. 63-ке бөлінген 20 болады. Енді көбейтеміз, осы шыққан 20-ны 4-ке бөлсем 80 болады. 100-ден 80 бөлсем 20 шығады. Үшінші есеп. 65 азайтылған 56 көбейтілген 5 қосылған 55. 65-тен 56 азайтылған 9 болады. 9-ға 5 көбейтілген 45 болады. 45-ке 55 қосса 100 болады. Төртінші есеп. 9-ға 5-ті көбейтіп, оған қос дейді. 36 мен 4-тің бөлінбесін. 9-ға 5 көбейтілген 45 болады. 36-ға 4 көбейтілген 9 болады. 45-ке 9 болса, мәні 54-ке тең болады. 8-ші есеп. Диаграмманы пайдаланып, бос бір кезде қалып болған санды қой. Сұраққа жауап бер. Көктемгі демалыста Әлима неше күн ата-әжесінің үйінде болды? 3 күн ағасының үйінде қонақта болды. Әлима неше күн қонақта болды? Міне 3 күн ағасының үйінде болған, ал мына жасы ол ата-әжесінің үйінде болған күндер. Бұны санайық. 3-і 6 екен. Демек, мына бос яшықтың орнына 6 қояды екенбіз. 6-ны 3-ке қоссам 9 болады. Жауабы Әлима 9 күн бойы қонақта болған. 9-ші есеп. Айдар 5 жаста. Айдардың ағасының жасы одан 3 есе үлкен. Ал әпкесі ағасынан 7 жас кіші. Айдардың әпкесі неше жаста? Айдар 5 жаста. Ағасы Айдарға қарағанда 3 есе үлкен. Ал әпкесі ағасынан 7 жас кіші екен. Енді бірінші ағасының жасы қанша екенін табайық. Ол үшін 5-ті 3-ке көбейтем 15. Енді 15-тен 7-ні азайтып тастағанда әпкесінің жасы шығады. Демек, әпкесі 8 жас екен. Келесі 10-ші есеп. Арман үйінен дүкенге дейін 5 минут жүреді. Егер ол дүкенге 2 рет барып келсе, жолына барлығы қанша уақыт жұмсайды? Арман үйінен дүкенге дейін барады, 5 минут кетеді. Одан қайтады, тағы 5 минут кетеді. Демек 10 минут болады. Ол 1 рет барды, екінші рет тағы солай қайталайды. Барады 5 минут, қайтады тағы 5 минут. Тағы 10 минут шығады. 10 минутқа 10 минут болсам 20 минут болады. Жауабы Арман барлығы 20 минут жұмсайды екен. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.